Бізді маусымдағы үшінші Эль Классико күтіп тұр. Бұған дейінгі екеуінде Реал Мадрид жеңіске жеткен болатын. Испания суперкубогының финалында жеңіп Барселонаны бір трофейден қақты. Енді ертең жеңіске жетер болса, Барселонаның чемпиондық титулға деген үмітін үзейін деп тұр. Ертең Сантьяго Бернабеу стадионында Испанияның осы маусымдағы чемпион анықталуы әбден мүмкін. Дәл қазір екінші орында келе жатса да, Барселонаның чемпиондық титулға математикалық тұрғыда болса да мүмкіндігі бар. Ертең барлық сұрақ жауабын табуы әбден ықтимал. Бүгін ертең Эль Классико туралы сөйлесеміз. Кім жеңіске жетуі мүмкін, кім фаворит, және өзімнің нұсқам бойынша алдағы Эль Классикоға бәсімді тігіп көрдім. Оның бәрін видео барысында көресіздер. Және Эль Классикоға қатысты бір қызық сұрақ қоямын. Дұрыс жауап берсеңіздер, кім бірінші дұрыс жауап береді, соған жүлде қорымыз бар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, сұраққа жауап беруге тырысыңыз. Біз бастаймыз. Жігіттер, достарымыз, Теннис Кезетпен бірге Time промокодын енгіздік. Жазыңыздар, Теннис Кезетке енді тіркелгендер, осы Time деген промокодты жазсаңыздар, бонус шотына 200 000 теңге түседі. Сондықтан төменге сілтемесін қалдырамын, кіріп жазып көріңіздер. Бұл осы маусымдағы үшінші Эль Классико болады. Бұған дейін 2 мәрте кездесті. Алғаш рет командалар 28 қазанда Ла Лига аясында күш сынасқан болатын. Бірінші айналымның кездесуінде Барселона өз алаңында Реал Мадридтен 1-2 есебімен жеңіліп қалды. Сол ойын негізі каталониялықтар үшін өте жақсы басталған. Гюндоган гол соқты, бірақ артынша екінші таймда Реал Мадрид жауапсыз 2 гол тоқтып тастады. Гюндоганның голына Реал Мадрид Беллингемнің 2 голымен жауап қатты. Сол ойында маусымды өте сәтті бастаған Барселонаның аяғынан шалған болатын. Реал Мадрид Беллингем дубль автор атанды. Одан кейін қаңтарда командалар екінші мәрте кездесті. Испанияда емес, Сауд Арабиясында. Себебі сол жақта Испания суперкубогы сарапқа салынған болатын. Реал мен Барселона финалда күш сынасты. Көбі күтпеген нәтиже тіркелді, себебі Реал Мадрид Барселонаны 4-1 есебімен тас-талқан етіп тастады. Бұл ойын 14-ші қаңтарда өткен болатын. Винисиус сол матчта хет-трик автор атанды. Жылдам тамаша голдар соғып тастаған Реал Мадрид соның арқасында ойынды алғашқы жарты сағатта шешіп тастады. Винисиус хет-трик жасады, Родриго 1 гол соқты, Барселонадан жалғыз доптың авторы Левандовский. Осылайша осы маусымда Барселона Реал Мадридті жеңе алмай келе жатыр. Дәл қазір жалпы Реалдың Эль Классикодағы жеңіс сериясы 3 кездесуден тұрады. Осы маусымдағы 2 жеңісі бар, және былтыр Испания кубогының жартылай финалында сырт алаңда Реал Мадрид 0-4 есебімен қарсыласын тас-талқан етіп тастаған еді. 3 жеңіс қатарынан Реал 3 рет жеңіп келе жатыр. Ал Барселонаның Эль Классикодағы ең соңғы жеңісі былтыр наурызда тіркелген чемпионат аясында каталониялықтар 2-1 есебімен жеңіп, сол ойында негізі өткен маусымда чемпиондық мәселесін шешіп тастаған еді. Бұл енді тағдыр шешті Эль Классико болады деп қатты айтпай қояйық, себебі чемпионатта Реал Мадридтің жағдайы өте жақсы болып тұр. Олар 78 ұпаймен бірінші орында, Барселона екінші орында, олардың 70 ұпайы бар. Ертең Мадридте жеңіске жеткеннің өзінде Барселонаның чемпион болуға мүмкіндігі әлі де болса аз болып тұрады. Ал Реал жеңетін болса, онда мерзімінен бұрын чемпиондық мәселесін шешіп тастады деген сөз. Негізі екі команда бұл Эль Классикоға екі түрлі көңіл күймен келейін деп отыр. Барселона осы аптада Чемпиондар лигасының ширек финал аясында матч өткізді. Өз алаңында ПСЖ-ны қабылдаған. Бұл текетіресте каталониялықтар жартылай финалға басты үміткер еді, себебі сырт алаңда жеңіске жетіп келді. Бірақ Барселонадағы қарымта матч біраз енді шумен аяқталды. 4-1 есебімен париждік команда жеңіске жетті. Енді мұның бәрін толыққанды қайталап берудің қажеті жоқ. Бұл матч туралы бөлек арнайы шығарылым бар, соны көрсеңіздер болады. Бұл ойында қысқаша не айтуға болады? 4-1 есебімен ПСЖ жеңіске жетті. Араухо қызыл қағаз алды, Хави қызыл қағаз алды, Хавидің көмекшісі қызыл қағаз алды. Барселонаның қақпасына пенальти белгіленді, ПСЖ-ның қақпасына пенальти белгіленген жоқ. Болды. Осылай негізі Хавиден бастап Барселона ойыншылары да негізі төрешінің жұмысын біраз сынап тастады. Сөйтіп көңіл күй дәл қазір нашар Барселонада. Чемпиондар лигасына үміт болған, көптен бері жартылай финалға шықпады, тіпті кейбір футболшылар Барселонаның финалға шығуға мүмкіндігі бар деп жатқан еді. Сол үміттің бәрі шұрт кесілді. Ал Реал Мадрид керісінше қарымта матчтың алдында Манчестер Ситимен аутсайдер болып тұрған, өз алаңында жеңіске жете алмады, бірақ Этихад стадионында жақсылап тұрып қорғанды да 1-1 деген есепті сақтап қалды. Артынша пенальти сериясы, Бернардудың соққысы, Лунинің 2 сейві, әйтеуір Реал Мадридтің қазір көңіл күйі керемет болып тұр. Сөйтіп Чемпиондар лигасының
Жартылай финалына шыққан жалғыз испаниялық команда Реал Мадрид болып отыр. Дәл қазір Ситиді жарты жолынан шығарып тастаған соң Мадридтік команданың Чемпиондар лигасын жеңіп алатын да мүмкіндігі бар. Мұның бәрі әрине мамырда болатын әңгіме, ал қазір чемпионат. Мен бұл жерде енді мұның бәрін қазіргі атмосфера, көңіл күй, команданың ішіндегі әңгімелерге тоқталу үшін айтып отырмын. Командалық рух дәл қазір екі түрлі болып тұр. Барселона көңіл күй жоқ, чемпионатта жағдай нашар, Чемпиондар лигасынан ұшып кетті, Хави кетейін деп жатыр. Бірақ әрине Хави өзінің бапкер ретіндегі дәл қазіргі соңғы Эль Классикосы болайын деп тұр. Бәлкім болашақта қайтып келер Барселонаға. Дәл қазір соңғы Эль Классикосы, сондықтан жеңіске жетіп, есікті тарс жауып кетуге болады. Алдағы Эль Классикода негізі кім фаворит? Әрине Реал Мадрид. Себебі олар Сантьяго Бернабеуде ойнайды, өз алаңында. Оның үстіне қазір Мадрид команда бабында, көш басында тұр. Жаңа айтқанымыздай көңіл күйі керемет, команданың ішкі атмосферасы жақсы бір деңгейге көтеріліп тұр. Бірақ олар Манчестер қаласында 120 минут өте қиын матч өткізді. Бүкіл эмоция сол Этихадта қалған шығар. Сондықтан Эль Классикоға қандай эмоциямен келетін белгісіз, жақсы көңіл күймен, бірақ олар біраз тойып қалуы мүмкін футболға. Эль Классико түсінікті, бұл енді қандай жағдайда болмасын, Реал Мадрид те Барселона да бұл ойынға мықты дайындалады. Тіпті жолдастық кездесу болса да, Реал Мадрид сондықтан ешқандай ротация жасамайды деп ойлаймын. 120 минутқа қарамастан сол кезде кімдер шықты мықтылардан, соның бәрі қайтадан шығатын секілді меніңше. Барселона да тура солай. Олар ПСЖ-ға қарсы қиын кездесу өткізді, бірақ алда ротация жасамайды. Екеуі де барлық мықты футболшысын алғашқы минуттан ойынға қосады. Қатыспайтындардан Барселонада Гави мен Балде әлі де болса жарақатынан емделіп жатыр. Ал Реал Мадридте Тибо Куртуа мен Давид Алаба алдағы кездесуге қатыса алмайды. Реал Мадрид 120 минут бойы бүкіл энергияңды жұтаң қылатын бір матч өткізсе де, алдағы кездесуде сарапшылар бәрі негізі Реал Мадридті фаворит санап отыр. Ал енді ертең жеңіліп қалса Барселона, онда олар үшін маусым өте сәтсіз аяқталайын деп тұр. Трофей жоқ, кубоктан ұшып кетті. Суперкубоктың финалында жеңілді. Чемпионатта Реал Мадридке жол беріп қойды. 3 Эль Классикода жеңіліп қалады. Мұның бәрі әрине Хавидің соңғы маусымында өте бір еске алғысы келмейтін маусым болайын деп тұр енді. Қазір енді алдағы Эль Классикоға қатысты өзімнің болжамдарымды қандай бәстіккенімді айтам. Оған дейін бір сұрақ. Сол сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, бірінші жауап берсеңіз, сізге 10 000 теңге. Ал сұрақ мынадай: Эль Классикода қанша ағылшын футболшысы гол соқты және олардың есімдері кім? Тезірек білсеңіз, дәл қазір жазбасаңыз, әр қайсысының есімдерін, қанша ағылшын футболшысы гол соқты, сөйтіп жазып беріңіз. Бірінші болып жазсаңыз, барлық футболшыны жазсаңыз, сізге 10 000 теңге. Келесі шығарылымға дейін сізді тауып, ақыры бір байланысып, әйтеуір 10 000 теңгеңізді міндетті түрде жібереміз. Сондықтан мен мына жақта қазір бәсімді жазам, паузаға баса тұрыңыз да жазып тастаңыз. Негізі Эль Классикоға болжам айту қиын. Қазір Реал Мадрид бабында, Барселона бір психологиялық құдыққа түсіп кетті десек те, Эль Классико бәрін өзгертіп жіберуі мүмкін. Ойнай алмай жүрген футболшы қатты ойнап кетеді, бұл жиі болды. Сондықтан екінші орында келе жатса да, бабында болмаса да, Барселона бұл ойында жеңіп кетуі ықтимал. Неше түрлі нәтиже тіркелуі мүмкін. Мен 100 ойландым, қандай бәстігуге болады бұл матч бойынша. Мысалы, қазір Реал Мадридтің жеңісіне Теннесси сайтында 1.81 коэффициент ұсынылып отыр екен. Барселонаға 4.1 тең түседі деген коэффициенттің 3.98 екенін көріп отырмыз. Яғни Реал Мадрид фаворит. Бірақ мен өз алаңында Реал Мадрид жеңеді деген бәсті тіккен жоқпын. Екеуі де гол соғады деген ой болды. Одан да бас тарттым. Менің ойымша Реал Мадрид бұл ойында кем дегенде 2 гол соғуға жет. Кем дегенде. Сондықтан сырт алаңда енді Барселонада 2 гол соқты осы маусымда, Сауд Арабиясында 4 гол соқты, Винисиус, Беллингем, Родриголар бабында. Сондықтан Реал Мадридтің жеке тоталы 1,5-нан көп. Ал бұған Теннессиде 1.62 коэффициент ұсынылған. Бірақ енді Эль Классикоға ғана бәстігім дегеннен кейін бір ғана осындай бір бәстіге салу дұрыс емес деп шештім. Сондықтан статистикаларды бір қарап шықтым. Бұрыштама, сары қағаз деген сияқты. Ал мысалы сары қағаз саны бойынша
бұл ойында каталониялықтар көбірек ескерту алады деген болжам жасалып жатыр. Олардың көбірек сары қағаз алуына 1,96 коэффициент берілген, Реал Мадридке 2,84, тең түседі дегенге 4,65. Ал мен енді мынау жеңет деп айта алмаймын. Жалпы Эль Классикода түсінбейсің. Соңғы ойындарда сары қағаз аса көп болмай жүр. Себебі бір тикет-рес баяғыдай жоқ, Серхио Рамос жоқ, Пепе жоқ. Әйтеуір сары қағаз көп бола бермейді, бірақ бір ғана эпизодта бір-бірімен қақтығысып, төбелесіп, сары қағазды бетіп топырлатып беріп тастауы мүмкін. Сондықтан білмейсің. Бірақ мен бір тәуекелге барғым келіп тұр. Қазір чемпионаттың соңы, ешкім артық сары қағаз алғысы келмейді. Чемпионаттың өзінде де біраз жағдай шешіліп тұр негізі. Сондықтан сары қағаз бұл ойында меніңше көп болмайды. Мен бұл матчта сары қағаз саны 7-ден аз болады деген бәсті таңдап отырмын. Бұған өте бір сенімді, 1,47 коэффициент берілген. Басында 1,6-ны таңдадым, бірақ ол жақта тағы төбелес қырғын болып қалып жатса, пытырлап сары қағаз беріп тастаса деп қорықтым да. Сондықтан 7 сары қағаз меніңше жаман емес. Яғни 6-ға жетпесе жеңем, 7 сары қағаз көрсетілсе, онда қайтарылады былайша айтқанда бәс. Бұл да меніңше жаман емес. Ондай көп сары қағаз ала қоймас. Ал бұрыштама саны бойынша бұл ойында Реал Мадрид көбірек бұрыштама орындайды деген тоқтамға келіп отыр букмекерлер. 1,47 Мадридтік командаға, Барселонаға 3,68, тең болады десе 8. Бұл жақта енді мен Реал Мадридті алғым келген жоқ. 1,47 деген аса бір қызық емес. Шамамен соған ұқсас коэффициент менің таңдағаным. Матчта кем дегенде 9 бұрыштама болады. Яғни көтеретін шығар, шабуылдауы керек қой негізі. Мен ашық футбол күтіп отырмын. Екеуі де көбірек гол соғатын сияқты меніңше. Сондықтан бұрыштама да көп болуы керек. Кем дегенде 8 бұрыштама, 9 бұрыштама. Меніңше жаман емес. Бұған 1,46 коэффициент берілген. Үшеуін қоссаңыз, экспресс таңдасаңыз, жалпы алғанда. Міне Эль Классико қызық болсын деп осындай бір бәс тіктім. Бұл жерде қайталай салайын. Реал Мадрид 1,5-нан көп жеке тотылы. Матчта көп дегенде 7 сары қағаз көрсетіледі, және матчта бұрыштама саны кем дегенде 9 болады. Мұның бәрін жинасаңыз 3,48 коэффициент шығып тұр. Мен 10 000 теңге тіктім. Көреміз енді қалай боларын. Және менің сұрағыма жауапты таппасаңыз, қазір іздеп көріңіз, әлі де болса мүмкіндігіңіз бар шығар. Бүгінге осы бәсім осындай 3,48 коэффициент. Егер сізде қандай да бір бәс тіксеңіз немесе болжамыңыз болса, міндетті түрде комментарийге жазыңыз. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, және комментарийге жаңағы сұрақтың жауабын тезірек жазыңыздар. Мүмкін сіз бірінші болатын шығарсыз. Ал ендеше төреші дауы болмайтын, кім жеңсе де әділетті жеңетін Эль Классико көрейік. Сау болыңыздар.